Мәссаған, мына қыз қайта шығыпты ғой деп жатқан шығарсыздар. Мені сағындыңыздар ма? Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Мені жоғалтып алдыңыздар ма? Мен негізінде өзімнің жұмысымды жасап жүгіріп жүрмін әлі де. Просто Инстаграм, ТикТокта салмай қойдым. Себебі менің тиктогым блоктан шыққаныменен мені әлі көп адамға көрсетпей жатыр. Соған настроением болмай, кәдімгідей біртүрлі болып жүрмін ше. Себебі алдындары миллион просмотр жинайтын видеоларым қазір 30 мыңға да жетпей жатыр. Сондықтан осы видеомды көріп отқан болсаңыздар, сіздерден өтініш лайк басып, комментарийға барынша пікір білдіріп, жазып, қолдауларыңызды көрсетіп кетсеңіздер. Сондықтан осы тиктогымды біраз демалдырайын, видео ешқандай салмай тұрайын деп біраз уақыт видео салмай жүрмін. Енді қайта видеоларымды салып көрейін, қалай нормальный просмотр жинап, рекке шығатын болса, ары қарай тағы да көп видеолар салатын боламыз. Видеоларым көп жиналып қалды негізінде. Бірақ біраз демалдырайыншы деп жатырмын. Блоктан шыққан енді ғана ғой деп ше. Ал мен кезекті заказыма осылайынан барлық заттарымды жинап алып шықтым студент ата тойханасына. Бесік тойдың жаңағыдай оформлениясын жасаймыз, осындай круглый натяжной менен, шарлар менен, жазу менен. Қазір полный шарларын бәрін үріп алып, оған дейін көмекшім полный натяжнойды тартып, жазуларын жабыстырып, солайынан істеп қойды. Қасыма көмекші бала алғалы бері кәдімгідей қолым ұзарып қалды ғой. Бір осындай оформленияны уже біз 45 минутта жасап, уже тойханадан шығып кетеміз. Себебі екеулеп барлығын тез ұйымдасқан түрде жасап кететін болдық та. Алдындары мысалға мен жасап жүрген, өзім жасап жүргенде бір жарым сағат, 1 сағат, 2 сағат істейтін кездер болады да. Ал уже қазір жарты сағатта 45 минутта уже бұндай оформленияны тарс-тарс бітіріп кететін болдық. Еще қасыма көмекші алғалы бері мен қорықпай үлкен крупный фотозоналарды, үлкен масштабный жаңағы оформленияларды ала беретін болдым. Себебі уже қасымда жәрдемшім бар, көмектесетін. Қазір уже полный талдар, декоративный талдар істетіп жатырмын, шаңырақ, полный оформлениянын заттарын барлығын жайлап түгелдеп алдым. Көз алдарыңызда ұлғайып, өсіп, бизнесімді кеңейтіп жатырмын, көріп жатырсыздар ғой. Алдындары бір өзім жүгіріп жүретін таксимен, қазір уже заттарымды көбейтіп, қасыма көмекші алып, кезінде осы жұмысымды Аллаға тәуекел деп бастап кеткеніме қатты қуанамын. Себебі қазір жемісін көріп жатырмын, көріп жатырсыздар сіздер де қалай өзі өсіп, дамып келе жатқанымды. Сондықтан осы бизнеспен айналысуға сіздерді де шақырамын. Табысы жақсы, аз вложениемен бастап кетуге болады. Бұл бизнестің басқа бизнестерге қарағанда көп артықшылықтары бар. Әсіресе үйде отырған аналарға немесе табыс көзі, жаңағыдай қосымша табыс көзі ретінде алып жүруге ыңғайлы бизнестің бірі. Мына жерде қазір онлайн шәкіртім келді. Негізі бұл кісілер онлайн сабақ сатып алған. Бірақ бір рет көріп кетейікші, қалай болады, не болады деген сияқты жарайды деп осы тойға шақырған болатымын. Натяжнойды қалай тартқанымызды, шарды қалай қатырғанымызды, жазуларын қалай жабыстырғанымыздың барлығын көрсеттім, үйреттім. Рахмет деп, олар уже өзінің бизнестарын бастап, өздерінің жасаған 1-2 жұмыстарын жіберген еді. Кәдімгідей қуанып қалдым.